болса 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Ассалаумағалейкум, құрметті тойда жиналған қауым. Маған бірінші толы басқарған табадан ұмыт қалдыңыздар ма? Тойық тосы қарағанда! Айнұр қайда? Шақырайықшы, Айнұр той бастамайын деп жатыр. Өне айтам. Байқамайды екеуміз, бақыт деген екеуміз, аяқ екеу, қолды екеу, көз жанарда, олды екеу. Екеу қаста, құлақта, жүрек жалғыз бірақта. Сондықтан да сол жүрек елегізіп елжіреп, естісем де лебізін іздейді екен егізін. Бүгін мінекей егізін тауып, ағайын туыстың лебізін тыңдау үшін дүбірлетіп той жасаған сіздердің қос құлындарыңызды, қос алақанымыздың құрметімен орта қалдыртайық. Жастар бақытты болсын, айғай шумен жайғасырайық. Биікке тасы жеп шаңдаған биік болы сен. Өзі ұшы күтін санға барма құсын қызы келіп қонсын. Еңгейіп тұрып ет жеп, шалпиып та шай ішетін қазақтың ұрпақтары. Бірінші ақ дастархан арнайы ет дастархан дедік. Мінекей, шай дастарханынан да шығып атқан әлі кісілер бар екен. Осынау миллион мейрамханасының атынан арнайы сіздерге үшінші ақ дастарханға біздің ресторанымыздың атынан ыстық ас. Қабыл алыңыздар, арнайы миллион ресторанының атынан. Алдыларыңызға бұйырған құйылған астан асып қойып жемші отырыңыздар. Екінші ақ дастарханымыздың басын бір әдемі әнмен бастайық. Бағана да айттым, Жанарқаның тумасы, көмей күміс таңдай жез, талантты әнші Жанболат ұлдарыңыз сіздер үшін бір керемет ән салсын. Сол әннің балқуында, шалқуында болыңыздар. Құлақтарыңыз әсем әнде, ауыздарыңыз әнде болсын. Ал той құтты болсын, арнайы сіздер үшін. Жарықтығы осындай матам ұқтым. Жұлдыз болып ағып түскен аспаннан, сенің ғана көз жасыңа қанықпын. Жұлдыз болып ағып түскен аспаннан, сенің ғана көз жасыңа қанықпын. Екеуміз неге сонша махаббатқа бөленбіз? Жүрегімнің тыңдамайды мақалын, жер бетінің ақымақ екенбіз. Махаббатты кінәлаймыз бекербіз. Жүрегімнің тыңдамайды мақалын, жер бетінің ақымақ екенбіз. Махаббатты кінәлаймыз бекербіз.
көк аспан бір басында бақта зорда таласқан сынағайдың сәулесінде үмітпен тағдырымды іздеп жүрмін адасқан сынағайдың сәулесінде үмітпен тағдырымды іздеп жүрмін адасқан екеуміз неге сонша махаббатқа бөтенбіз жүрегімнің тыңдамайтын ақылын жер бетінің ақымағы екенбіз махаббатты кінәліміз бекербіз махаббатқа бөтенбіз жүрегімнің тыңдамайтын ақылын жер бетінің ақымағы екенбіз махаббатты кінәліміз бекербіз екеуміз неге сонша махаббатқа бөтенбіз жүрегімнің тыңдамайтын ақылын жер бетінің ақымағы екенбіз махаббатты кінәліміз бекербіз жүрегімнің тыңдамайтын ақылын жер бетінің ақымағы екенбіз махаббатты кінәліміз бекербіз махаббатты кінәліміз бекербіз махаббатты кінәліміз бекербіз қатырақ болса қойыңыздар арнайы сіздер үшін ән саламыз ал келіңіздер дастархан басына жайғасайық тойымызды әрмен қарай жалғастырайық макс телефон үзіп басты қайтыңыз ал келесіз бе құрметті қонақтар енді жаңа хабарландыруды естіп жатсыздар ма осынау миллион ресторан ойбай мына кісі келіңіз құшақ миллион ресторан әкімшілігі бойынша ресторан сағат 11-ге дейін ғана беріледі екен. Сондықтан енді мәжбүрміз сайланып сөйлеп, ар жағында енді мен де бір-екі ойындарымды ойнатып үлгерейін. Сондықтан сіз боп, біз боп осы тойды мәнді сәнді қылып аяқтайық. Қыздарымыздың да дәстүрі бойынша қазір сыңсу рәсімі болады. Нариман мырза, рұқсат болса ортаға келсеңіз. Қалай, көңіл күй? Жақсы. Шаршаған жоқсыз ба? Жоқ. Халықтан сұраңыз, той қалай қарап жатыр? Жаңа басталып. Не дейді, стоп? Азар жаңа басталып жатыр. Халықтан сұрасайықшы, ұнап жатыр ма, шаршаған жоқ па? Халық вообще шаршаған жоқ, жаңа ғана билейміз деп жатыр. Ұнап жатыр ма? Рахмет. Ұнамаса айтыңыздар, басқа бұстар. Кім именно билейік деп айтқан? Бұқыны берді бит деді ғой. 11 дейді, 11 жарым, 12 дейін бит жоқ деген. Жақсы, кім именно билейік деп айтқан, айтыңызшы? Жоқ, бір өзіңіздің досыңыз бар ма күшті билейтін? Ал, тәте, қайттал, не болды? Қайтқан жоқсыздар? Ербол жерде билейді. Ербол жерде билейді дейді, қайда, көрейікші, қайда барса, Ербол жерде. Қайт кеткен жоқ, бұл кісі? Сұңғат? Сұңғар аға. Кеңіз билеп шығар, керемет билейді деп жатыр. Сіздің жүрісіңізді өзі бүй ғой аға. Қош келдіңіз. Есіміңіз? Ақсұңқар. Ақсұңқар. Вот, қандай әдемі аты сұң. Кім? Жезде? Ой, ерге! Музыка қойылсын да бірінші. Кеңіз.
А, не повторяется? Кет, музыка, бар, екі, үш, Ербол жетсе. Енді, құдалар жақтан, жезден сен, бар ма? Атай, билеп шығайық! Әзілхан аға! Құда! Әне! Вайды! Гагариннің қыздары қашып отыр сізге көрді. Сізге? Ойбай. Әлі күнге дейін қорқасыз ба? Әлі күнге дейін қорқасыз ба? Қоймаймын. Қосып қояқ, бишілер біздің. Рахмет. Баян ханым, мына кісілерге. 3 келіншек, қыздар, жеңешелеріңіз кім бар? Бірінші. Замзагүл. Замзагүл ханым, билеп шығайық. Ой, аға байқаңыз, апам қарап тұр. Қайда ол кісі? Ой, апа, кет бәрі екі шер. Сенде ғашық көзіңмен қара-қара, бір-бірін сүйіп қосылған кім бар дейсің? Бір болып кетеміз ғой бара-бара. Сені мен екс, мен сен екс, сондықтан сүймеймін демеңіз. Рахмет. Келіңіз, пожалуйста. Ол кісі кім? Неге подставить етіпсіз артынан? Аяулым? Келіңіз, аяулым, билеп шығайық. Шынарға батым біз өз бәрі болды. Болды. Ой, рахмет. Күшті елегіз. Шынар ханым. Ой, бүгін билеп аңыз. Басқа музыка? Ойбай, бұл кісі қандай еще? Басқа музыка. Кеттік. Ой, қойыңызшы, ұшып тұра беріңізші. Рахмет, сіздер қазір былай қарай бір шетке тұра тұрыңыздар. Бізге көмекке керек. Арнайы сіздерді қазір билететін, әрине, сезімбе ансамблі. Қарсы алыңыздар, той құтты болсын. I ain't got no money. I ain't got no car to take you on a date. I can't even buy you flowers, but together we be the perfect soulmates. Сезімбе ансамблі. Рахмет. Құда, құласаң нардан құла. Мына кісілерді қайталау керексіз. Қазір орын. Қойналай өлем ғой мен. Ой, өлмейсің. Апа қарамай қоя тұрыш, үшмейсің. Қазір тоқта, стоп. Кемпірім отырып қазір өлдім ғой. Мына кісі неге сонша қорыққа ғой? Апа, рұқсат па? Стоп. Ау? Жай билейді. Все, апа. Жай билейді, жақсы ма? Просто қайталаңыз. Білмеймін, көріңіз өшім, алла жар болсын. Кет, дайса, 1, 2, 3, жібер маэстро. And I'm crazy but you. And I'm crazy but you. Әне! And I'm crazy but you. Чапала! And I'm crazy but you. 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 I'm
өзгеріп кетті ана кісі. Қосып қояқшы атамызды, Тамаша. Рахмет. Шынар ханым, асығысыз қойсыз. Танисыз бе? Қосып қояқ. 1, 2, 3. Есіңіз? Ербол. Ой, міне билеген ерге ұқса билеу керек. Сіздер жаңағыдай ат ақсап қашып жүрмеңіз. Дайсыз ғой? Просто қайталайсыз, жақсы ма? Кеттік, 1, 2, 3, бісмилля. Ербол мырза, қатыра қосып қойыңыздар. Ойба! Мен сіз болсаңыз ансамбль. Ой, присказ. Тәсе үшін көрсіз ғой, Ерболдан асыңызшы тура. Түкші. Дайсыз ғой? Қызықтар не істейді, соны қайталайсыз. Болмаясы импровизация ереке ұқсап жібере беріңіз. Кеттік, 1, 2, 3. Evin adamını beni orta yerinden çatlatıyor. Ağzımda sakızı şişirip arsız patlatıyor. Belki de bu yüzden bunun sahibini olamadım ya. Sağır mı erkek niye seni şımarık değişti mi bu dünya? Çekmiş kaşına gözüne sürme dudaklar kıpkırmızı kırıtıyor. Bir de karşıma geçmiş utanması yok. Dadıma inadıma sırıtıyor. Biz böyle mi görmüş babamızdan ele güne rezil oldu. Yeni adet gelmiş eski köye bak dostlar mahvoldu. Seni gidip kıran yılları deliğinden çıkaran kaderin püskül bela ne kanarsan. Seni gidip kıran yılları deliğinden çıkaran kaderin püskül bela ne kanarsan. Болды, ойбай, насау айтпауға болса. Рахмет. Қалаға. Лақыстан қолға соқыпты ғой. Күшті біле ма? Ортаға қарай кереміз. Ал жастық шақты еске алып. Кеттік. Жыр тап.
Там шапане, круто пахнет на коне. У него огромный зад, виноградная чудеса. Всем обоится жесткая ложь. Синапред на столе генеральной песни говорил он, что обычный ложь. Синапред лоу, синапред лау, синапред лоу, синапред лау. Это зубы проблема, так тебе Тамаша. Сума көрсек боғалауғын деп тұра. Зацепила меня, зацепила меня. Пороги добила. Әне. Аға жүріс. Жүріс, бей. Нағат несеп тұр дейді? Онда айтып болмайды аға. Жүріс, бәріңіз сізге қарап отыр еді. Әлі соңын алып қалдым. Сен дайынсыз ба, я? Кеттік. 1, 2, 3. Осы ойынға қатысқандарыңызға көптен көп рахмет. Арнайы арайдан сый сияпат, содан да саған массаж жасасыздар. Той құтты болсын. Мына сыйлық осы биге қатысқандарыңыз үшін. Рахмет, келесі әдемі ақтілек Юрий Гагарин атындағы мектеп ұстаздар ұжымы және де шағын орталық ұжым. Дұрыс па? Аттарыңызды атап түстеріңізді түсінбейміз, жалпы әріптестер. Билеп шығайық, той құтты болсын. Қош келдіңіздер. Сіздерге де осындай қуаныш жұғысты жұғымды болсын. Біреудің қуанышына қуана білген адам басында алтын тәж болады дейді. Баршаларыңызға той жұғысты болсын. Кімнен бастаймыз? Ал рұқсат болса. Құрметті тойшыл қауым, сәлем береміз сіздерге. Құрметті той иелері, Нариман, Баян. Бүгінгі той өте әдемі, керемет өтіп жатыр. Сіздерге көп рахмет. Енді жастарға тілейтініміз шаңырақтары биік болсын, керегелері кең болсын, босағалары берік болсын. Енді Нариман біздің ауылымыздың
атақты үлкен бір азамат жігіті. Нариман туралы айтсақ, Нариман анау Таджикистанда болған соғыстың ардагері, бір беделді азамат. Біздің ауданымызда Баян біздің білікті маман. Екеуі де өте адал жандар. Сіздердің семьяларыңызға тілейтінмін бақыт, үлкен рахмет. Енді бүгін осындай тамаша керемет той жасап жатырсыздар. Нариман, Баян, мамаларың аман болсын әрқашанда. Ол кісі де осындай үлкен тойларға әрқашанда ортақ болып жүреді. Жасына жас қосылсын. Сіздердің тілеулеріңіз тілеп, қастарыңызда көп жүре берсін. Енді жастар әрқашанда бақытты болсын. Асыл тас енді Баянға құса. Біздің Баян тоже өте жақсы адам. Жолдарың әрқашанда жастар ақ болсын. Сіздерді тоқа биік шыңдардан көріп отырайық. Барлық жолдарың әрқашанда ақ болсын. Ассалаумалейкум, қадірменді құрметті тойшыл қауым, құрметті құда-құдайлар. Келген қадамдарыңызға гүлі бітсін. Міне, бағанадан бері жастарға керемет тілектер айтып жатыр. Тілектеріміз қабыл болсын. Бүгінгі күннің ең басты себепкері жастар болса, бүгінгі күннің басты кейіпкерлері Нариман мырза мен Баян ханым десек артық айтпаспыз. Міне осы бүгінгі қуаныштың болатын күннен бастап, осы күнге дейін жарғақ құлағы жастыға тимей, осы сіздердің көңілдеріңізді қалай көтереміз деген бір ниетпен бүгін міне сіздерді қонақ қылып отыр. Барлығымыз өте қуаныштымыз. Бүгін керемет бір той болып жатыр. Жастарымызға тек қана бақыт тілейміз, шаттық тілейміз. Осы қол ұстасып үлкен өмірге аттанып жатыр. Сіздерге тек қана ақ жол тілейміз. Көп сөйлеп созбайық, әдеттен озбайық. Барша тілектеріміз қабыл болсын дейік. Шүкім, тамаша, рахмет. Ұрыспаңыздар. Нариман ағай, Баян әріптес, бүгін қыз ұзатып жатсыздар. Қызды ұядан ұшыру оңай емес. Дей тұрғанмен қазақ атамыздың сөзі бар ғой, жол мұраты жету, қызы мұраты кету дейді. Дегенмен жүректің жартысын жұлып беру әркімге, кімге болса да оңай емес. Бірақ біз білеміз, біз ұлы халықтың ұрпағы болғандықтан біз айтады ғой, таудай талап бергенше бармақтай бақ берсін дейді. Барған жерінде бағың ашылып, үлкен әулеттің ұйытқысы болуға Алла нәсіп етсін. Тамаша. Баяшка, Нариман, поздравляю вас с таким замечательным праздником. Благодаря вам вот племянница стоит такая красивая, счастливая. Пусть ее жизненный путь, пусть ее семейное гнездышко будет такое же уютное, красивое, как вот сейчас вот в этом зале она находится вот Тарту. Что я хочу пожелать? Я хочу от лица нашего мини-центра от себя лично пожелать, чтобы ее семейная жизнь была счастливой и примером для каждой нашей семьи. Пусть будет счастливой, пусть будет везучей. И сейчас скажу на казахском языке: босағасы берік болсын, шаңырақтары биік болсын. Тек қана жақсылық болсын, бақытты болсын жастар. И всем желаю крепкого здоровья и благополучия. Тамаша. Рахмет. Ал қағамыз қосыламыз ба? Или Баян басқасын десең? Неге бөксі? Қағамыз қосыламыз ба? Тамаша, айтқан тілектеріңіз қабылсын. Жинап суретке түсіп алайық. Сіздерді арнайы бір билетейік. Сіздер үшін Жанболат ән салсын. Баршаларыңызды ортаға биге шығыңыздар. Ал той құтты болсын әріптестер.
Арнадан кетпеңіздер, арнайы сіздер үшін Жанболат. Той құтты болсын баршаларыңызға. Қолыңдағы көз моншағың үзіліпті, қарақат көздеріңе көрмегендер қызығыпты. Маған деген мас көңілің әлдегеннен бұзылыпты. Көз моншағың қолыңдағы көз моншағың үзіліпті. Қайғыңды жиналмасам, біз көріскен жерге жаным, сағынғанда келер қашан, жүргеннен сезімнен шаршап, жолығып қалып кез болсақ, біз екеуміз екі адамбыз, естелік болсын көз моншақ. Көз моншағым қолыңдағы көз моншағым үзіліпті, қарақат көздеріңе көрмегендер қызығыпты. Маған деген мас көңілің әлдегеннен бұзылыпты. Көз моншағым қолыңдағы көз моншағым үзіліпті. Көз моншағым қолыңдағы көз моншағым үзіліпті, қарақат көздеріңе көрмегендер қызығыпты. Маған деген мас көңілің әлдегеннен бұзылыпты. Көз моншағым қолыңдағы көз моншағым үзіліпті. Көз моншағым қолыңдағы көз моншағым үзіліпті, қарақат көздеріңе көрмегендер қызығыпты. Маған деген мас көңілің әлдегеннен бұзылыпты. Көз моншағым қолыңдағы көз моншағым үзіліпті. Ортада кетпеңіздер, сіздерге ақ келгендер болсын, ортада қалып баршаңыз Диаланна шай. кетті баршамды жастардың құрметіне. Ол кезде бәрі тәтті еді, ауылда көшенің заңы қатты еді. Ініге бауырға жиналушы едік топ болып, далаға
6 сағаттық тойға қанша салт дәстүр түсеміз. Енді білесіздер, қуанышты бөлсең көбейеді деген қазақпыз. Шынымен де осындай қуаныш сіздерге жұғысты, жұғымды болсын. Үйленбеген ұлдарыңыз болса, әулеттеріңізге келін әкелсін. Қыздарыңыз ұзатылып екі елді құда қылсын. Жалпы қазақтың қазаны тек қызыққа, қуанышқа қайнасын деген ниетпен той иелері сіздерге тағы бір тамаша сый-сияпаты бар. Оны қазақ тойбастар деп айтады. Қабыл алыңыздар. Арнайы сіздер үшін той иелерінің атынан тойбастар. Парасына тауасар кетті. Біле айтасың? Аға біле іздеушісің? Кеңіз жайғасайға. Ортаны босатыңыздар. Енді үш түлек қалды. Үш түлектен дастархан батасын алып, ақ жолды төсеп, қазағымыздың салт дәстүрі бойынша сыңсу айтып, Құдай қаласа қызымызды шығарып салатын боламыз. Әдемі ақ тілек. Жора жолдастарымыз дейді. Көршілер, әрі достар. Арғын Айгерім, Айтуар Мейрамгүл, Жаслан Шынар, Ақсұңқар Нұргүл, Бейбіт Люда, Орал Аяулым, Жансая, Нұрбала Сабина, Юлия Амангүл, Александр Гүлбаршын, Ермек Алтынай, Өмірбай, Гүлдана, Бота, 9-й рота, Шапалаға зайып қалды өтшота. Кетіп келіп шығайық, тоғыз тосын! Қош келдіңіздер. Енді көршілердің әдеті көбінесе достар барлығы тілек айтқан әм айтып кетеді. Қайт кетпеңіздер, бір-екі тілек қалып, тойдың соңында айтып отырайық, ақ тілек тыңдайық. Сіздердің де шаңырақтарыңыз осындай қуаныш жұғысты, жұғымды болсын. Кімнен бастаймыз? Орысша тілек тыңдаймыз? Тыныштық сақтаңыздар. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Өзіміз таныстырсақ, қысқа. Біз осы Нарима мен Баян, негізі Нариманың бір көшеде өскен балаларымыз. Бір көзіміз ашып жапқанда, балалардың кезінен қазір ер жетіп, құда болып отсыңдар. Құдалықтар мың жылдық болсын, Баян Нариман. Осы екі жастарға тілейтім, аспандарын ашық болсын, құрып атқан шаңырақтарын биік болсын, керегелері кем болсын, өбірлі-шүбірлі болыңдар. Осы отбасы құрып атсыңдар ғой. Осы жоқ дегенде осы Нарима мен Баяндай отбасы болсын деп тілеймін осы жастарға. Ал жалғастырып жүріңіздер. Ал енді құрметті тойшылар, Нарима, Баян, бүгінгі тойларың құтты болсын, не тілейміз. Құда мың жылдық болсын, екі ортада дорба жүре берсін. Енді Асылтас мен қызыммен бірге тұрды ғой, екеуі келісіп алғандай. Ертең Алла амандығын берсе, мен де қызымды ұзатайын деп отырмын. Екеуміз ақылдасып, міне
кімдікі бірінші болады деп. Бәрі жақсылық болсын. Енді етілеміз. Ендері сау боп, босағалары берік боп, 2 жас бақытты болсын. Әмин, айтқаныңыз келсін. Мына кісінің де қызын құттықтап бір қос оқып қояйықшы. Барған жеріне тастай батсын, судай сіңсін. Ал, жалғастырайық. Ал, құрметті қауым, бүгінгі тойымыз құтты болсын. Нариман мен Баянға үлкен рахмет. Бәрінің басын қосып, үлкен той думан жасап отыр. Бұндай той жасау әркімнің қолынан келе бермейді. Бұл жерде махаббат сезім де бар. Сондықтан бір-бірін түсіне білген жан адамдар ғана, бір-біріне түсіне білген адамдар ғана жасай алады бұндай тойды. Ал осы төрде отырған алғаш құдаларымыз, қадамдарыңыз құтты болсын, қадамдарыңызға гүл бітсін, құдалығымыз 1000 жылдық болсын. Енді мен өзім айта кетсем, Нариман екеуміз бір көшеде көрші болғанбыз. Ал Баянгүл екеуміз құдашамыз, әрі құрбымыз. Қалай түсінсеңіздер, олай түсініңіздер, бірақ екеуін мен таныстырған жоқпын деп қояды. Сондықтан да жан құрбым Баян. Бүгін өзің қандай әдемісің, сондай керемет, сондай той болып жатыр. Қалай айтса олай айтсын халық, бірақ бәрі әйел адамға байланысты. Жынды айтады екен. Сондықтан да әйел адам жаман еркекті төрге апарады дейді. Сондықтан да енді Нариман ағам да жаман емес, бірақ осы бәрі келтіріп берекесін әкеп отқан Баянгүл құрбым. Сондықтан да Баян жаным, денің сау болсын, ауырма. Осы бүкіл балапандарды аяққа тік көтеріп сенің қолында, мен сенімдімін. Бүгін Нұргүл марқым бір аунап жатқан шығар. Саған рахметін айтып, осындай асыл тасымызды үйістіп, аппақ қылдырып ұзатып жатсын. Жолы аппақ болсын әрқашанда асыл тас жаным. Осы әпкеңнің жақсылығын еш уақытта ұмытпа. Осы сенің анаң, осы сенің әпкең, сен үшін бар дүниесін жаным беріп жатыр, өзіңді көріп жатсын жаным. Шын жүректен қуаныштымын, той керемет болып жатыр. Нариман, Баян, сендерге тілейтін шаңырақтарым биік болсын, отбасыларында тек қана береке болсын. Қариясы бар үйдің қазынасы бар дейді, анау төрде отырған Гүлбану тәтеміз аман болсын. Осы әулетте бітегезінен өсе келе жүрген баламын мен, сондықтан жан жақтымын, 2 жақты бірдей білемін. Баян жақты да білем, Нариман жақты да білем. Сондай көңілім толқып тұр, шын ниетпен, қуанышпен тілектеспін. Осы 2 баланың бақыты ақ болсын, шаңырақтары биік болсын. Сіздердің әулетіңізде үлкен берекелі келін болсын, асыл тасымыз. Бақытты болыңыздар. Әмин. Рахмет. Тағы бірден айтарыңыз бар ма? Бірден айтасыз ба? Темек шек келейін дегенде. Ассалаумағалейкум тойшылық қауым. Міне бүгін 2 жастың шаңырақ көтерген тойына ұзату құтты болсын. 2 жасқа тілейтінім зор денсаулық, жолдар ашық болсын, ақ жол, махаббаттар баянды болсын. Енді бағанадан өте жақсы тілектер айтылып жатыр, соның бәрі пештен құлағына шалынсын. Енді созбай қояйын енді. Менің келіншегімнен қалған тос, енді арғай тос айтатын сөз қалмадайды. Дұрыс айтасыз аға. Иә, қысқадан нұсқа бақытты болсын. Тамаша айтқан тілектеріңіз қалсын. Ал қаламыз қосыламыз ба? Кеңіздер, Наксе, орысша тілек тыңдайық. Хочу сегодня поздравить всех здесь сидящих с таким днем. Мы все рады за Нурмана и Асылтас. Поздравляем вас, Нариман, Баян. Спасибо вам за такой праздник, за такой красивый той. Пусть в вашем доме всегда будет солнце, улыбки и радость. Аспанда күнде, айналар түнге, арманыма өсіп сол қайғы. Бақытқа сенемін, армандай беремін, армансыз күнім болмайды, армансыз күнім болмайды. Жалғыз гүл бар арасында гүлімнің, жалғыз бір. Это вам. Спасибо, что хороший тост. Нариман, Баян, дочаларың бақытты болсын, шаңырағы биік болсын, барған жерден тастай батып судай сынсын. Құдалар келгенде қадамдарыңыз нұр жаусын.
екі бала бақытты болып. Рахмет сіздерге, осындай үлкен той болып жатыр. Тамаша. Мына кісіге берейікші. Бұл кісі бақыт деген сенің бала күндерің. Баян. Нариман, поздравляю вас с таким тоем. Желаю вам всем крепкого здоровья, долгих лет, счастливой жизни. Молодым желаю светлой дороги, чтобы у них семья была дружная, крепкая. Всем сидящим всего самого хорошего. У вас там нету еще песни? Нету, да? Келіңіз, содан тоқтаймыз, е? Тамаша. Құрметті тойшыл қауым, тойларыңыз құтты болсын. Мен біріншіден өзімді таныстырып кетейін. Мынау Асылтастың нағашылары Баянауыл ауданы Ақши ауылынан келіп отырмыз. Біз Қаржас-Қаржашыне таластан тарап отырмыз. Сол елден келген мен Нұргүл құдағиларыңыздың құрбысы болам, жан құрбысы. Кешегі күні біз 40 жыл әке-шешеміз көрші болған. Әрі Нұргүлдің әкесі мен менің әкем кластас болған. Екеуміз бірге өсіп тайғұмдай тебіскенбіз. Сондықтан өлжірмей тірі байымайды дейді. Бүгін күні. Менің ұлым бар, жас үште, 30 жыл аса. Құдайға да жақсы адам керек қой. Смажал алып кетті құрбымызды. Ана десе сондай еді. Асылтасты көріңіз, мамасы сондай адам болған. Ақ көңіл, адамгершілігі мол, жанашыр, әрі сұлу болған. Бірақ айтпасқа болмайды. Кешегі көз көрген біз айтпағанда кім айтады? Бәріміз бала кезімізден бірге өстік. Екіншіден құдағиға рахмет көптен көп. Нариманың мамасына. Наримамен міне Баянның күңгірі рахмет. Күйеу баласы болса негізі Наримандай болсын, оны мақта деп тағы етпеңіздер, өйткені біреу көтереді, біреу көтермей, даже өзіміздің жолдастарымыз бір-екі күн туысқан кесе көтермей қалады. Осының бәрі ауыртпашылықты көтеріп отырған Нарима, саған көптен рахмет, мамаңа. Басымды ем сіздерге. Осындай құрбымның балаларын, өз балаларыңызға ер жетіп, қанатын қақтырмай, тұмсығын шоқтырмай өсіріп жатсыздар. Қыз бала деген ол жанашыр. Сол апасы болмаса да міне Нариман екеуі қандай ақылдасы бірігіп дөкөй той жасап отыр, ол анамның адамның қолынан келмейді. Екіншіден ағалары, нағашыда, аға жеңгелері бар. Ол бір адамның тойын мұндай қымбатшылық заманда тойдың болғаннан боласыз деп жасау ол оңай нәрсе емес. Сондықтан барлықтарыңызға көптен көп рахмет айтамыз. Өлімізге иман, тірімізге береке берсін. Не берсе де тек қайырмен берсін. Асташы жаным міне. Жігіттің екеуің бақытты болыңдар, үлгілі семьяның алды болыңдар. Тек жақсылықта, қуанышта кездесе беріңдер. Ірі болыңдар, тірі болыңдар, үлгілі семьяның бірі болыңдар. Бақыт деген айтады ғой, жаздай өздеріңе тілейтін жаздай ыстық махаббат, күздей мол байлық, қыстай таза денсаулық, көктем сұлулық тілей отыра. Бақытты бол, жаным сол, ақылды қыз бол, барған жеріңе тастай бат, судайсыңыз. Құда сіздерге құдалық 1000 жылдық, күйеу 100 жылдыққа жазсын. Қадамдарыңыз құтты болсын. Соңына берген сіңілдеріңе бәріне ақылшы болдыр. Бірінші Баян, екінші сендер аман болыңдар. Алыстан келгеніңізге көп рахмет, көз көргеннің қуанышыдыр. Енді көздеріңізден жақсы шықса, тек қуаныштан, қызықтан ғана шықсын. Қасірет қайғының көз жасынан Құдай сақтасын. Бастарыңыз айналса, тек бақыттан айналсын. Бол, сол қошеметтеп Иә, конвертті беру керек, потом суретке түсіп алайық, сіздің тастаған массаж жасамыз. Келіңіздер, сый-сияпаттарыңызды табыстап, жиналып суретке түсіп алыңыздар. Тамаша. Келіңіздер, жиналып суретке түсіп алайық, содан тастаған массаж жасамыз, достар. Те, кто был не в розыске, и ничего серьезного на них не было, долго не держали. Жайғасайық, той құтты болсын! Жастарға орамал болмаса жол болмайды деп, жастарға подаркамыз кілем. Подарка кілем! Болашағын секірет, жүрмерге сүреді. Кілем қайда? Иә, білеміз, құрметті қонақтар, осы Асылтастың жолын маған да берсінші, Құдай қаласа биылдан қалмай тұрмысқа шығайшы дейтін бір бойдақ қыздар болса, ортаға шақырамыз. Қазір салт дәстүр бойынша Шалбай атамдың әрбағы болтасын деп сіздер қызанатын болыңыз. Келіңіздер, ұялмаңыздар, той құтты болсын.
Қиялап басқан жолыңа қызыл гүл болып жайнасаң, сол жүрген гүлдер тауында боз торғай болып сайрасаң, шығар менің алдымда. Не деген қыл тұрған қыздар, я? Қол соғып қойыңыздар. Мынаны Асылтас білесің бе? Нандыраны. Енді, бұл дәстүр. Шалбайқанның әруағы. Шынымен де, жақсылық тілеп, Құдай қаласа бақтарыңыз ашып, бақтарыңыз табыңыздар. Ал Асылтасқа табыстауға рұқсат етіңіздер. Алла қалап бақтарыңыз ашылсын. Сіздер де бақытты болуға әбден лайықтысыздар. Тойларыңызға тамада керек болса, бір жақсы тамадан номер бар. Кейін хабарласыңыздар. Бейші оларыңды қаралады, жүрекін білет кәдеки. Еңізі, жинал веселке суретке түсіп алайық, содан насырға маса жайасыңызды. Құдай қаласа осы кісілердің тойында кездесейік. Ғашықпын көзіңнің арасында, көзіңнің арасында, көзіңнің арасында. Менімен болсаң қасымда қаласың ба, қасымда қаласың ба, қасымда қаласың ба. Маша келдің, ғашықпын көзіңнің арасында, көзіңнің арасында, көзіңнің арасында. Ал, керемет әдемі Ақтілек жаңа Асылтасқа ізгі тілек айтқылары келіп отырған, жігіт жолдас, қыз жолдас бастаған барша Асылтастың достары. Келіңіздер, той құтты болсын. Және Нұрманның достары болса да келіңіздер, Асылтас пен Нұрманның достары билеп шығайық, той құтты болсын. Мой чудо-свет, море по колено, Ал, жігіт жолдас, қыз жолдас алдырашыңыздар, өздеріңіз бастап беріңіздер, той құтты болсын. Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Алдымен апай, тойларыңыз құтты болсын. 2 жас бақытты болсын. Өзімді таныстыра кетсем, Нұрман мен өзім көп дос емес, біз 3 жыл болды танысқанымызға. Әскерге бірге барып, әскерден қайттық Балчаным. Содан бері жан дос болып саналып кеттік. 2 жас бақытты болсын. Тілейтін зор денсаулық, ашық аспан, ауырмай, сырқамай, әрқашанда ойнап, күліп жүре беріңдер. 2 бастарын 3 бас, 4 бас, ары қарай бір кішігірім футбольный команда болсын. Бақытты болыңдар. Баянгүл тәте, Нариман атай, тойларыңыз құтты болсын. Асылтас пен Нұрман бақытты болсын. Осылай ойнап күліп жүре берейік каждый раз. Қайырлы кеш, бүгінгі тойға жиналып отырған барша қауым.
Бүгінгі Нұрман мен Асылтастың болып жатқан тойы баршамызға құтты болсын. Асылтас, енді саған не тілейміз? Аяулы жар, бақытты ана, үлгілі әже болып, осы семьяда қартаюыңды тілейміз. Және де бақытты болам деп бар, бақытты болмай, бақытты қылдырам емес, бақытты болам деп бар осы бара жатқан семьяны. Асылтас бізде енді подругамыз болғандықтан, оны білеміз да, қай бірінші курстан бері бірге оқып жатырық. Оның андай ақ көңіл, ешкімге зияны жоқ, бәріне жақсылық ойналып жүреді. Сондай қызда андай ақ көңіл. Сондықтан да баратын семьясы оны бағалайды деп сенеміз. Енесі, атасы құрметтейді деп сенеміз. Енді Нұрман Асылтасты жарғып алғаннан кейін оны алақанда аялап ұстайды деп саған да сенеміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кімде-кім жаңағы ерлі-зайыптылар қолдарынан ұстаған сәттен бастап, олардың қолдарының арасынан жаңағы күнәлар төгіледі екен, оказывается. Ито тамададан естіп алдым десей? Жоқ, тамададан естіп алған емес. Әкемнің айтатын уағыздары жаңағы енді осы бүгінгі күннен бастап ұстаған қолдар мәңгілікке ажырамасын. Осы күннен бастап салиқалы ұрпақ тілейміз, бақытты өмір тілейміз, зор денсаулық тілейміз, бақытты болыңдар. Тамаша. Ассалаумағалейкум, тойсүйер қауым. Мен енді Асылтастың сыныптастарының атынан 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін айтсам ба деп отырмын. Енді бағанадан айтып отыр, Бұқар жыраудың елінен келген, Бұқардай жыраудың жерінен келген деп. Сол Бұқар жырау атамыздың бір сөзін айтпасам қате болар. Бұқар жыраудың 11 тілек деген, бірінші тілек тілеңіз бір Аллаға жазбасқа, екінші тілек тілеңіз ең шұғыл пасық заламның тілін еріп азбасқа, үшінші тілек тілеңіз үшкілсіз көйлек кимеске, төртінші тілек тілеңіз төрде төсек тартып жатпасқа, бесінші тілек тілеңіз 5 уақытта 5 намаз біреу ғаза болмасқа, алтыншы тілек тілеңіз 60 баста Ақорда ардақтаған аяулың күніндер тең біреуге тегіннен тегін олжа болмасқа, жетінші тілек тілеңіз желкілдеген ту келіп, жер қайысқан қол келіп сонан сасып тұрмасқа, сегізінші тілек тілеңіз 8 қиыр шартарап жер тұлданып тұрылмасқа, 9-шы тілек тілеңіз 90-дағы қарт бабаң топқа жаяу бармасқа, 10-шы тілек тілеңіз 10 ай сені көтерген, омыртқасы үзілген, аязды күні айналып бұлтты күні толғанған, тар құрсағын кеңейтіп, тас емшегін жібіткен анаң бір аңырап қалмасқа, 11-ші тілек тілеңіз 10 бармағы қыналы, омырауы жұпарлы, даусы жұпар аңқыған, назыменен күйдірген, құлқыменен сүйдірген, ардақтап жүрген бикешің жылайда жесір қалмасқа дейді. Қазақстанның қорғауға күшін тасып баратса, Өзбекстанды қорғау. Керегелері кең, шаңырақтары биік, үлгілі отбасылардың бірі болсын. Арыстандай ұл, алғыр қыз тәрбиелейтін үлкен, өбірлі шүбірлі әулет болу Алла нәсіп етсін. Бақытты болсын. Жүйсіз, алғашысын. Қыз жолдас келіңізші. Қыдаша. Жасыңыз? 25. Үйленген жоқсыз, тұрмыс құрмаңыз. Неге дейсіздер ғой? Рахмет. Сіз әлі күнге дейін үйленген жоқсыз. Сіз тұрмысқа шыққаныңыз. Неге білесіздер ма? Қараңыздар. Рахмет. Мынау үйленбеген. Құдай қаласа бір 5 жылдықта әлі үйленбейді. Не себеп білесіздер ма? Қараңыздар. Стоп, біліп алайық, может сестренка шығар, бұндай емес па? Неге үйленбеген білесіздер ма? Қараңыздар. Все, бірдей қыл. Нұреке, өзіңе тапсырдым, Құдай қаласа осы кісілердің жолын беріп, сіздер де теңдеріңіз тауып бақытты болыңыздар. Той құтты болсын. Жиналып суреттетіп алайық, содан дастархан баса жайғасақ. Той құтты болсын.
Неге көңіл күйлеріңіз жоқ? Бір досымыз үйленеді деп жүрсіз. Енді құрметті қонақтар, әкімшілік ұрысып жатыр бізге. Негізі уақыт 11-ге дейін заңға бағынуымыз керек. Бұл әкімшіліктің осы бізге қойған талабы болатын. Сондықтан екі тілек бар. Қазір топ-топ шақырам. Рұқсат болса сайланып сөйлейік. Әкімшілікке бағынайық. Құдай қаласа бұл миллион ресторанда талай той жасаймыз. Келіңіздер, аға бауырлары, сіңілдері және де жезделері. Ақан Жанар, мен әйелім аты екен. Нұрсұлтан Бота, Бақтияр Сая, Арай, Мадина, Айзере, Райхан, Медет Венера, Саян, Ерғанат Бипка, Алтынбек, Ануар Алтынгүл, Алдияр, Айхан, Аягөз, Әлшер, Камила, Айсана, Айсұлу. Барсыздар ма? Өшке болғансыздар ма? Білеп шығайық, той құтты болсын. Тамаша. Ал, қош келдіңіздер, той құтты болсын. Кімнен бастаймыз? Ал, бұна кісі артып шығып, арқадан тартысамыз десе өнеді. Барлықтарыңызға қайырлы түн дейін ба, қалай уж кеш болды. Мен Асылтастың туған ағасы Ақанның келіншегімін. Есімім Жанар. Негізі сөз дайындағам кәдімгідей. Бүгінге мұнаюға жол жоқ. Асылтас біздің ақылды тентек, біздің сары қыз, қылықтары тәтті. Мен енді сіздерге 100% уверенно айталам, что Асылтас сіздерге жайлы келін болатыны. Өйткені үйге келген бетте тамағын істеп, жинастырып бәрін бізбен бірге тұрды ғой. Сондай жайлы балада, қылықтары бәрі тәтті, ұйықтаған өзі қандай, прям ұйықтаған кезде Асылт, мен айта кетейін, негізі қара сөзбен бүйтіп жақсы сөйлейін ба деген, оған уже адамдар былай қысқа нұсқа айтып. Асылтастың бір қылығы бар, ұйықтаған кезде көрпенмен басы мен денесі жаған жабық тұрады да, аяқтары ашық тұрады. Ол барлығының несі, әдеті. Ақан, Нұрсұлтан, Айзере, Асылтас барлығы. Бәріміз бірге тұрған кезде, мен таңертең жұмысқа кетем, төртеуі жатқан кезде аяқтары ашық тұрады да, аяқтары былай жыбыр етіп атады, төртеуінікі де. Сондай керемет балалар, еш мұнайма. Ақан жоқ деп мұнайма. Бәрін естейді, жеткізем оған, барлығын айтам. Әлі сен талай қызықтарында болады, талай шашпауынды көтереді. Еш мұнайма, еш қашанда. Мұндай қамшының сабындай қысқа өмірде ақ пен қара всегда жүреді. Всегда болады ол, еш қашан бітпейді. Бірақ сен соның барлығына көңіл күйінді көтеріп, жайлы өзің көркем мінезімен қарсы ал, жарай ма? Әрқашан сен қасындамыз, әрқашан біргеміз. Қандай жағдай болмасын, хабарлассам болады, келсем болады. Сол. Негізі біз Ақан екеуміздің атымыздан сыйлығымызды табыстайын. Алтын Сақина. Ассалаумағалейкум, тойшыл қауым. Екі жасқа тек қана бақыт тілеймін, бақыт және тағы да бақыт. Нұрман, Асылтас, бүгінгі тойларың құтты болсын. Сендерге тек бақыт тілеймін, өмірлерің мәнді де өте жайлы болсын. Енді мына жерде Нариман аға, Баянгүл тете, сіздерге үлкен рахмет.
қызымызды осылай әдемілеп, құрметтеп, әлпештеп, бар жақсылықты бойына сіңдіріп, тек қызығын көрейік осы жастардың. Бәріміз тек жақсылықта жолығайық, дендеріңіз сау болсын, мына жақта үлкендеріміз аман болсын, Нариман аға сіздің анаңыз аман болсын, қыздарыңыз, балаларыңыз, барлығымыз тек жақсылықта осылай бір-бірімізді әрқашан қолдап, қолпаштап жүрейік. Сендерге жастар еліміздің еңсесі биік, елеулі азаматтар болуына тілектеспін. Отбасыларың мықты болсын, берік болсын. Тілектерім осы, Алланың құлағына шалынсын. Тамаша. Ал жалғастырайық. Ал Асылтас Нұрман, осы құрып атқан шаңырақтарың құтты болсын, дендерің сау болсын, осындай балапандарың көп болсын, екі жақты сыйлап, осылай ортамызда жүре беріңдер. Асылтас, бетінен ешқасан күлкі кетпесін. Енді Нұрман, біздің Асылтасты енді алақандай алап, саған тапсырдық. Осы енді мен ең любимый қайнапам, осы әулеттің келінімін мен. Осы жүздем, еркек келінімін. Қалай айтсам, ең жақсы көретін, ең сүйікті қайнапам. Осы Баянгүл тәте, ерекше жақсы көрем өзі. Білмеймін неге екенін, бірінші көргеннен бастап, сол осы әулеттің бүкіл туыстарын, қайын жұртым емес, өзім жұртыдай болып кетті ғой. Өзім жұртындай, өзім билеп, күліп, ойнап жүре берем. Осылай саған да солай тілейм, Айсылтас. Осылай штоп өз әулетінде. Енді кетіп бара жатсың, сол әулетте өз қызындай осылай мен сияқты жүре бер енді. Соны тілейм. Ең бастысы бақытты болыңдар. бір ауыз сөз айтайын. Егізім, сынарым, осы ұядан ұшып жатқан күнің құтты болсын. Нұрман екеуін әрқашан қол ұстасып, биік белестерге жете беріңдер. Үлгілі, тәртіпті семья болыңдар. Осы некелерің қайырлы некелерден болсын. Осы тұста Баянгүл тәте мен Нариман ағатайға рахмет айтқым келеді. Тұмсықтыға қақтырмай, қанаттыға қақтырмай өсіргендер үшін осы тойын Нұрман, Асылтас, сендерді қол ұстасып жаңа өмірге қадам басуларымен құттықтаймын. Сендердің өмірлеріне тек қана бақыт пен қуанышты тілеймін. Әрдайым бақытты болып жүре берулеріне тілектеспін. Барлығы жақсы болсын. Әрдайым күлкілерінен, жүздерінен күлкі кетпесін. Әрдайым күліп жүрулеріне тілектеспін. Сендердің өмірлеріне тек қана қуаныш пен бақытты, барлық жақсылықты ғана тілейміз. Және де тағы да айта кететін, one again I congratulation of your stage of your life. Ұра бер, ешкім түсініп атқан жоқ бар. Тағы бірдеңе айтысың ба? Асылтас, Нұрман, сендерге тек қана бақыт тілеймін, шаңырақтарың биік, босағаларың берік болсын, үйлерінен ешқашан күлкі кетпесін, үлгілі отбасылардың бірі болыңдар. Рахмет. Арай, жылап атыр. Мен ұлым бар, жас үште. Ол жыласа, ұйқысы келіп дегенсіз. Ұйқының үйінік ба? Тамаша. Қуаныштың көз жасы ба, қимай тұрық, әрине. Кеңіздер, жаңастырамыз ба? Тамаша. Жиналып суреттесіп алайық сіздердің аттарыңыздан. Аягөз қарындасымыз әдемі ән салады. Сіздер ортада билеңіздер, немесе тастарға баса жайғасыңыздар. Келіңіздер. Тамаша. Келіңіздер, дастарханға жайғасайық. Ортада Аягөз қалсын. Қол соғыңыздар. Хабарландыру. Аягөз монета не принимает. Сдача не выдает. Жақсы ма? Ал, әдемі бір ән болсын. Той қалсын. Кеттік жібермесін.
нәтижесінде бақытты болыңыздар. Тамаша, Айдос, мына сенің өнеріңді бағалап беріп жатыр. Байға қаш! Дымға майнып тұр. Стоп. Ау? Фалас, афауна. Мен что-то бір түрлі қарап еттесіз. Тойды бір бітірмесек қойын дедім мен. Уже қазір немшелер кетіп жатыр, біраз не болады. Сыйлық алғандар бар ма? Бүгін барлықтары сыйлық алуларыңыз керек. Давайте былай істейік, ана жерде қалған кішігірім сыйлықты мынандай конкурспен таратып берейік. Қазір музыкант бала ән қояды, кез келген әуен. Сол әуеннің қандай ән екенін тапсаңыздар, қолдарыңызды көтересіздер, ортаға келесіздер, сыйлық аласыздар, сосын дастархан басына жайғасасыздар. Түсінікті ма? Ендеше біріншісі мынандай. Қабыл алыңыздар. Келіңіз, билеп шығайық, той құтты болсын. Қош келдіңіз. Есіміңіз? Кім боламыз? Кімнің? Сізде үшін етейін деді жа. Қандай ән болды? Дұрыс. Айтамыз ба? Кеттік айтамыз. 1, 2, 3. Жоқ, қоя тұршы, бұл андай несі ғой басың? Жоқ, қоя тұрыз дейм, әлі бастаған жоқ. Кетеді. 1, 2, 3. Жарығым, сыйладың сені маған, қаланың әр гүлін, жинадың сен маған. Все, болды. Тамаша. Дұрыс таптыңыз. Мына сыйлық сізге, бірақ бұл сыйлықты алмас бұрын мен сізге сұрақ қоямын. Жауап берсеңіз аласыз. Оңай сұрақ, қиын сұрақ? Оңай. Есіміңіз? Дұрыс. Рахмет. Келесі. Келіңіз, билеп шығайық, той құтты болсын. Айнұр көрсетші қалай көрсетті. Ну, ладно, сізде жашарсыздар. Қош келдіңіз, есіміңіз? Кім боламыз? Баянның құрбысы. Қандай ән? Алғашқы махаббат. Тамаша, кеттік айтамыз. Амангүл, сізде жасырынған бір керемет талант бар екен, соны мәңгі бақи жасырыңыз. Сұрақ, оңай немесе қиын? Қиын сұрақ, все, қараңыз. Бір аялдамадан бір автобус 20 кісімен шықты. Келесі аялдамаға тоқтады, ішінен 2 адам түсті, бір адам мінді. Келесі аялдамаға тоқтады, ішінен 3 адам түсті, ешкім мінген жоқ. Келесі аялдамаға тоқтады, 3 адам мінді, 2 адам түсті. Келесі аялдамаға тоқтады, 2 адам мінді, ешкім түскен жоқ. Келесі аялдамаға тоқтады, 2 адам мінді, ешкім түскен жоқ. Автобус қанша аялдамаға тоқтады? Не көрем? Маша 5 аялдамаға тоқтады. Рахмет. Келесі. Наташа! Келіңіз, билеп шығайық, аға! Жоқ, сыйлыға маған дедің ғой, тәтесіз шығыңызшы. Shakira, Shakira.
Есіміңіз? Әсем. Кім боламыз? Нариман ағамның қарындасымын. Қалай күшті еді, иә? Нариман ағамның қарындасы. Қандай ән болды? Миллион. Ал кеттік. Тұра береміз ба? Кеттік. Болды. Енді микрофоны. Ау? Жарайды. Мынау сыйлық сізге, тапқаныңыз үшін. Сұрақ, оңай немесе қиын? Оңай сұрақ. Үй жануары шөп жейді, тұғдық деп шабады. Ол? Дұрыс емес. Ешак. Рахмет. Келесі. Дұрыс аға, келіңіз билеп шығайық, той құтты болсын! Шашыңыз өз кетті ғой. Қош келдіңіз. Есіміңіз? Аманжол. Кім боламыз? Баян ханымның жолдасы. Дос, коллегасы. Қандай ән болды? Ал кеттік. Күнім бекен ай, өзі сұлу, өзі жас, күннің жары енген ай. Тамаша, рахмет аға. Сұрақ, оңай немесе қиын? Қараңыз, үй жануары шөп жейді, тұғдық деп шабады. Ол? Тамаша, ол есек. Жақсы сауалыңыздар. Қазір машина тойларын күшті міне естімегеніміз де сіздер айтып кеттіңіздер, сосын істейміз. Кеттік ал! Кеңіз аға, билеп шығайық, той құтты болсын. I wanna see your body, clap everybody. Say don't back up like a king, clap everybody. I wanna see your body, Шапалағырақ деп отырмын ғой, билеп шығайық. Рахмет. Қош келдіңіз. Есіміңіз? Айтуар. Кім? Айтуар. Тамаша. Қандай? Көзің әдемі, жүзің әдемі, еркелеп күлген сөзің әдемі. Әмен бірге де. Еркелеп күлген көзің әдемі. Сөзің әдемі, еркелеп күлген сөзің әдемі. Рахмет. Сұрақ, оңай немесе қиын? Оңай. Аха, адамның досы, үй жануары, екі әріптен тұрады. Бастапқы ит, соңғы бұл? Ит. Тұрады! Көзің әдемі, сөзің әдемі, жап-жарық жүзің әдемі. Рахмет. Не деген ойын? Келесі. Шығайық, келіңіз, той құтты болсын. Жақсы атам. Ал кеттік. Көзіміз айтып ұстап. Қош келдіңіз. Есіміңіз? Кім боламыз? Тамаша. Қандай ән? Андай кедейін мен де ұзып баққа қандай Қандай? Не жастар? Қандай өлең болса? Кім?
сұрақ оңай немесе қиын? Кеңіз, бір оңай сұрақ қоя. Қараңыз, медицина ғылымдарының докторының зерттеуі бойынша адамда екі аяқ болады. Біріншісі оң, екіншісі адамда екі аяқ болады. Біріншісі оң, екіншісі дұрыс. Рахмет. Ал соңғы. Кеңіз билеп шығайық, той құтты болсын. Ешкімге айтпа, астар қамды. Айтқан той қуаныштың сөзі дарабода. Жүрегімді ашсаң жүрегімді. Жүрегімді иелеп алған сен болмассың, сен болмассың. Өзбен айтылды сөздің жүрегімді ашсаң жүрегімді. Ал, қош келдіңіз. Қандай болды? Тыңдаймыз. Жарайды, айтпай қойыңыз. Сұрақ оңай немесе қиын? Жоқ, сұрақ қойып болды. Оңай немесе қиын? Жақсы, оңай сұрақ. Баян ауылда қанша баня бар? Екеу, біреу еркектер, біреу әйелдер. Рахмет, такси, жайғасыңыз. Белые розы, беззащитный шипы. Рахмет, болды. Шайдай берсе қазының да дәмі кетеді, рұқсат болса той елен кетеді. Келіп тыңдап, Асылтас қызымызды, қазағымыздың салт дәстүрі бойынша ұзататын боламыз. Сіздер қол соғыңыздар. Елес әдем ақтек, Нариман мырза, Баян ханым. Жерден ақ тапқандай, күлгенің сұлу. Жерге азық қатқандай, жүргенің сұлу. Аңқан жасаның, ауылда туылсаң, саған жетпес жанымнан бірде сұлу. Мен сіздерге риза болып тұрып, жаңағы негізі қайтып асығамыз ғой біз. Неге асықпай жатыр десеңіздер, көп тойда той иелерінің тілегінде құдалар отырады, сосын жастар отырады, сосын төртеу отырады, болды. Қараңыздар, сіздерді қалай сыйлайды? Бүгін Нариманның қуанышы, бүгін Баянның қуанышы. Дастарханның басын жетіміз кетпей, екі апағаны қайтып бара жатыр. Енді бәрі қайтып кетпей тұрғанда өздеріңіз әдем ақ тілек айттыңыздар. Содан саған амандасамыз. Біріншіден бәрілеріңізге рахмет, осылай келіп біздің көңілімізді көтеріп отырғандарыңызға. Енді бәрі жақсылық болсын, Құда осылай. Құдамыз 10 жылдық болсын, бәрі жақсылық болсын. Бағанадан бері айтып отқан тілектердің бәріне тілектеспін. Періштелердің құлағынан шалынсын. Осылай Нұрман мен Асылтас үлкен азамат пен азаматшы болсын. Үлкен еліміздің, жеріміздің бір қорғайтын бір патша мен патшасы болсын. Ойлаған мақсаттарына жете берсін. Үлкен елден, үлкен жерден көріне берсін. Жұмыстары жемісті болсын. Ойлаған мақсаттарына жете берсін. Осылай сізбен бізге бәрі жақсылықта келетіндей осылай. Ертең немере шөбере көрсетсін. Бәрі жақсылық болып, осындай сіздердің бәрлеріңіз келіп отқандарыңызға ризамын. Рахмет сіздерге. Дендеріңіз сау болсын. Ойлаған мақсаттарыңызға жете беріңіздер. Немере шөбере, немере көруге жатсын. Осылай дастарханда сіз біздеп жиналып, ойнап күлуге жатсын. Бәрі жақсылық болсын. Асылтас, Нұрман, ойлаған мақсаттарына жете беріңдер. Үлкен елден, үлкен жерден көріне беріңдер. Бәрі жақсылық болсын. Самый главный, денсаулықтары мықты болсын. Құрметті қауым, құрметті қонақтар, бүгін Асылтас қызымның ұзатылу тойына келгендеріңізге көптен көп рахмет сіздерге, басымды еп сіздерге рахмет айтамын. Енді жаңа құдаларымыз сіздерге қадамдарыңызға гүл бітсін, осылай екі жастың қуанышына, тек жақсылығына жиналып, бірге тойлап, бірге қуанып жүре берейік. Сіздерге осындай бақытты, қуанышты күндерді тілеймін.
Енді мына жерде мен туған туыстарыма, аға жеңгелеріме үлкен рахметімді айтамын. Қайын жұртым, қайнапаларыма, жезделеріме рахмет айтамын. Ұжымыма рахмет айтамын. Жора жолдастарыма, сіздерге де көптен көп рахмет келгендеріңізге. Осылай сыйлап, біздің тойымызға до конца, мне тамада айтқандай, до конца отырсыздар. Сіздерге көптен көп рахмет. Сіздерге де осындай той болсын. Енді мен мына жерде рахмет айтқым келіп тұр. Екінші анам, Гүлбану мама, сізге рахмет. Мен сізді жақсы көремін. Мені сіз қызымдай көресіз. Міне 23 жыл бойы тұрып келеміз. Никогда ұрсып көрген емеспіз, ренжісіп көрген емеспіз. Осы кісінің тәрбиесін алып жатырмын. Жолын басып келе жатырмын. Сізге көптен көп рахмет, мама. Нариманға рахмет айтам. Мен әрқашан қолдап жүреді. Ғұмыр тілеймін. Қасымда жүре берсін осылай. Енді Асылтас жаным, қызым менің. Анаң көрмей кеткен. Қызықты мен көрейін. Туыстар көрсін. Нағашыларың көрсін. Сіңілдеріңе қамқор бол. Осылай қашан қалай күліп, осылай күлкі көзіңде нұр жайнап, әрқашан солай болып жүр жаным. Сен білесің, мен саған ақыл айттым. Сол ақылымды ешқашан есіңнен шығарма. Мадинамды қалай көрсем, мен сені де сондай көремін, туғанымдай көремін. Арайым бар, Асылтасым бар, Мадина, Айзере, Айсауле, барлықтарын сендер маған туғанымсыңдар. Мен сендерді бөліп жармаймын. Саған Нұрман, енді Асылтасты қолыңа қондырып отырсың, саған қолыңда алақаныңда ұстап, әрқашанда бірге жүріңдер, бірге бір-біріңді түсіне біліңдер. Семья болу оңай емес. Сондықтан сендерге тілейтінім барлық жақсылықты, әрқашанда келгенде күліп келіп, күліп кетіңдер. Екі жаққа да бірдей болыңдар. Асылтас, сен енді өз жұртыңды тауып атсың, сол жұртыңа тастай батып судайсың. Жақсы келін бол, ибалы, инабатты. Анаң енді бүгін риза деп ойлаймын. Қасымда жүрсе, осылай сені ұзатып атса, біз жүрер едік қуанып. Енді Аллаға да жақсы адам керек дейді ғой. Ар жақта сені қолдап, қорғап жүрсін. Сіздерге барлықтарыңызға жақсылық тілеймін, ешқашан жамандық болмасын. Барлықтарыңызға рахмет. Бәрілеріңізге рахмет, міне осы тамада Мәдидарға рахмет айтамын. Алғыс. Бәрініңізді салсын, бәрінен. Рұқсат болса, Нұрманның ата-анасын алдыртайықшы, Құдағадағы өксілердің тілегін тыңдап, төс қағыстырмасақ та, бүгін құшақтасып бір-бірімізді құттықтап, үлкен тойда төс қағыстырып, мәңгілік құдалықтың мөрін басатын болыстыр. Келіңіздер, Құдағадағылар! Бірақ сіз айдайын ашуымды бас-бас, жүрегімнен есігін қағып тұрмын аш-аш. Бірақ сіз айдайын ашуымды бас-бас, сағынып қалсын дейсің бе, сағынып қалсын дейсің бе, қанығып қалсын дейсің бе, шағығып қалсын дейсің бе, әлде менің жүрегімді ауырып қалсын дейсің бе. Құда, келіндеріңіз құтты болсын. Ертеде бір ақсақал үш баласын сынағысы келіп, бір малды сойып етін алдына қойып айтатын күні, айналайын ұлдарым, айтыңдар, мына еттің қайсысы жаман. Үлкен ұл тез қайнайтын өкпе жаман. Екінші баласы қайнай қоймайтын бауыр жаман. Кенже баласы әке адамның жақсысы болады, жаманы болады. Еттің жақсы жаманын көрген жоқпын, сынағыңыз келгенде мүше болса, тіл мен көз жаман деді. Қосылып жатқан қос балапандарыңызды сол қос жаманнан сақтасын. Тілдінің тілінен,
көздің көзінен, аспандағы болатын алапаттан, жердегі болатын берекеттен сақтасын. Бүгінгі айтылған барша тілектерге періштелер әмин деп, қара су қайнайтын қазандар қашығында май қайнасын, ағайын туыс тек қана сіздердің шаңырақтарыңызға сүйіншілей айғайласын. Бақытты болсын, құда құдағайлар! Ал Нұрман, Асылтас, мынау тіккен отауларың биік болсын, алатаудай биік болсын, сарыарқаның жеріндей кең болсын, еділдей терең болсын. Әрқашанда бір ордалы, семьялы үй болыңдар. Екеуің бір-бірліңді сыйлаңдар әрқашанда. Өмірлік енді қол ұстастыңдар. Бақытты болыңдар әрқашанда. Құрметті қауым, той құтты болсын, барлықтарыңызда осындай дастархан жайыла берсін, қызық қуаныш мол болсын, әрбір атқан таң, батқан күн көптеген қуаныш, бақыт, шаттық әр отбасына әкеле берсін. Осындай қызық әрбір шаңырақта бола берсін, денсаулықтарыңыз мықты болсын, аспан заман еліміз тыныш болсын. Ал Нұрман, Асылтас, тойларың құтты болсын. Сендерге өмірде бар жақсылықты тілеймін. Тек қана отбасыларында тек қуаныш қызық бола берсін. Екі жаққа бірдей болыңдар. Бағанадан айтылып жатқан тілектер періштенің құлағына шалынсын. Бақыт деген сөзге бәрі сәт, бақытты болыңдар. Екі жаққа бірдей болыңдар. Құда-құдағи сіздерге де денсаулық тілеймін. Отбастарыңыз аман болсын. Кішкентайлардың қызықтарына тоймай, осылай ойнап күліп жүре беріңіздер. Үлкендер аман болсын. Басымыз аман, деніміз сау болсын. Бай қуатты болыңыздар. Осы әулетке тастай батсын ба? Судай сынсын ба? Естілмейді, тастай батсын ба? Батпаса тәте өзіңіз батыр боласыз. Келіңіздер, бір-біріңізді құттықтап қойыңыздар. Құдағидың бетінен сүйіп, құшақтап, құданы бір құшақтап, төс қағыстырып қойсаңыздар. Құдай қаласа үлкен тойда төс қағыстырудың мөрін басатын боласыздар. Той құтты болсын, құдалар! Құдағиыңызды құттықтап қойыңыз. Құданың қолтығынан ұстаңыз. Сіз ғой. Енді нағыз бақытты құда мен құдағи. Бақытты шаттық күндеріңіз көп болсын деп дастархан басына жайғастырайық. Бақытты күндеріңіз, шаттық күндеріңіз көп болсын. Ал, осымен де тойымыздың соңына жеттік. Ал, алып қойыңыздар. Құрметті қонақтар, енді өзімізді кішігірім таныстырып өтейік. Содан дастархан батасын аламыз, содан ақ жолды төсеп, сезім би ансамблінің сүйемелдеуімен қызымызды шығарып салатын боламыз. Осы тойда енді өнер көрсетіп жүрген барша әншілерге Жанболат және де осы мен музыкантым сіздерге көңіл күй сыйлап отырған көрінбесе де Қарағандының красавчигі Нұралыға бір қол соғып қойыңыздар. Ол көрінбейді. Жаңа билеп жүрген ансамблі, арай айттым ғой, сол ансамбльде 5 жыл билегенді. Мен әйелімнің ансамблі 2019-да үйлендім, мамамның айтуы бойынша биші қыз алып аламын деді. Биші қыз алсаң адаспайсың деді. Сол кісінің айтуы бойынша 2019-да осы сезім би ансамблінің жетекшісіне үйлендім. Неге дейсіздер ма? Білмеймін, солар тойда күліп жүреді деді ғой. Содан кейін ала салдым енді. Аллаға шүкір, қазір бұл жерде семейный бизнес. Менің есімім Дидар, Әсеттің немересімін. Төлегеннің ұлымын, жасым 27-де, 4 ұлдың әкесімін. Екі ұл үйде, екі ұл ойда. Жақсы жарымыз. Сіздерді видеоға түсірген менің личный майблографым, және де осы тойдың видеооператорына өз оқымаңыздар. Миллион
дастарханның ұлдарына ерекше қошемет соғыңыздар. Сіздерді қандай күтті ғой. Енді қай жердің баласы десеңіздер, Шайтан көлден, Ақтерек дейтін елден қаптаған қара кесектері бар, Қарқаралы дейтін жерден болады. Ал енді әймендеп дастархан батасын алайық. Мен сіздердің тойларыңыз аяқталған жоқ, біздің жұмысымыз өз мәресіне жетті. Нариман мырза, кімнен сұраймыз? Дастархан батасын алайық, кет қалмаңыздар, сіз су көрейік. Құда жақта? Bismillahirrahmanirrahim. Әуелі Алланың болсын. Өліге иман берсін, тілге береке берсін. Және мынау әруақтардың баршасына Алла қолдасын. Екі баламыздың аттап жатқан қадамы қайырлы құтты болып, сенде де бақытты болып, өмірді шүбірлі болсын. Әр отбасында осындай береке қуаныш болсын. Осы отбасынан барлықтарыңызға Аллам осындай тойды қуаныш қызық балалар нәсіп етсін. Екі баламыз өмірді шүбірлі болсын. Тек қана бір Аллам жарылсын. Аллам. Ал рұқсат болса, асыл тасты ортаға алдыртайық. Қазір қазағымыздың салт дәстүрі бойынша анасы сәукеле кигізіп, сыңсу рәсімімен шығарып салатын боламыз. Асыл тасқа ерекше бір қол соғып қойыңыздар. Ал ақ жолды төсеп, ағадал жұрттың алдында қызымызға ақ бата сұрайық. Жол әрқашанда ақ болсын деген ниеттен баршамыз елеймін деп қол жайып. Кімнен сұраймыз байға? Апа, сіздің жолыңыз дөрсін. Балапаным, Асылтас, жол қада жолың болсын, жолдасың қыдыр болсын, бақтың үстің болсын, судай сынып тастай бар. Бұл жақта қандай болсаң, бұл жақта да сондай бол. Ойнап, күліп, жарқырап, жайнап жүре бер. Ал құдай, өздеріңіздің қызыңдай қып, өздеріңіз сол енді бізден қалған сіздер мәпелеңіздер. Шынайық сылдырласа сылдырсасын, бірақ ешқашан сынбасын. Ақ жол тілеймін, бақытты болғаным. Әрқашанда жолың ақ болсын, гүлден жайнап, жарқырап, нұрман екеуің бір жастықта қартаюға жасын. Әмин апа, қазір маңдайынан сүйіп содан қызды артына қаратпаймыз. Ұзатқанда қимайды қыз баласын, қалай ғана жүрегің сыздамасын. Құдалар алақанға салып бердік, жүректің үзіп алып бір дарасын. Біз кезекті сыңсу рәсіміне береміз. Сыңсу айтып шығарып салатын Асылтастың әпкесі Арай қыздарыңыз.
болсын. Сіздермен жақсы күнде қауышқанша, қазақтың қазынасы оған қазақтың тойы таусылмасын. Қарсасын шуағымен ақтап, қол жайып сұрадым мен хақтап, барымды жақсын тәңірім, аққазын өмірден өзірдің әкелігін бақтым, бойжеттің сыңарыңды таптым, менен саған жарқын ерке осы әніммен жансымды шертіп жатырқаған олда сенің өңкең қадірлі болған жеріңе ертең босағымен бірге жайып өткен иманмен тіресіңмен көрген бақытсыз алаңға беріңмен ауылда бұйрығымен қақтым адамның берген тәлімін алдынан күліп сонда шаттым еліне артар қадірім жаным бола өзің болсын табылар өмірдің қош күндейшім жүрегің таңдаған жұбыңмен әрдайым жарасып жүргейсің бағыңды тілеп ел жүріп жүрек ел жұртың ұзатып